Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін өте дәмді, тез әрі оңай дайындалатын кекстің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Кекстің құрамына ұн, сүт, жұмыртқа, қант, сары май және ас содасы қажет. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымыз толықтай еру қажет. Содан соң ерітілген сары май құямыз. Сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Ас содасын салып, барлығын тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде илектен өткізіп алған дұрыс. Және 2 немесе 3 бөлікке бөліп салған жөн. Сонда бір келкі массамыз араласады. Біздің массамыздың консистенциясы осындай болу керек. Арнайы кекстің формаларына массамызды саламыз. Шамамен 2 ас қасықтай. Кекстерді қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен осылай әсемдедім, бірақ бұл міндетті емес. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Кекстеріміз өте дәмді, жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.